Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге оқушылармен өткізген көрнекілігім туралы бөліскім келіп отыр. Бұл family тақырыбына арналған көрнекілік. Бұл жерде отбасына байланысты барлық сөздер жазылған, және мен оны осындай әдемі суретке салып, үйдің суретіне салып, отбасы болғандықтан одан кейін оны глянц қағаз, одан кейін ламинатпен өткізіп, оқушыларға осылай әдемі түрінде көрнекілік дайындадым. Бұл оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын одан әрі артады, және осындай жұмыспен жұмыс жасағанды оқушылар қатты ұнатады. Бұл жерде оқушыларға осылай қағаздарды араластыра отырып, тапсырманы топқа беруге болады. Оқушыларға қандай да бір минут берілген кезде осы үйлерді өзіне тиісті аударма арқылы бір-бірімен байланыстырып, өздерінің жұмыстарын аяқтап шығады. Баршаңызға осындай көрнекілік жасап көруге ұсынамын. Болмаса, менің YouTube каналыма пікірлеріңіз қалдыруға болады. Бұл менде электронды түрде дайыны бар, салып жібере аламын. Сабақтарыңызды әрқашан қызықты, тартымды өткізуге тырысыңыздар. Алдағы уақытта оқушыларды сабақта қалай оп-оңай бағалауға болады, сол туралы айтатын боламын. Сондықтан видеоны жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар және өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік тіледім. Сау болыңыздар. Сабақтарыңыз әрқашан сәтті, көңілді, керемет болып өтуіне тілектеспін.